Қайырлы күн, достар. Қалайсыздар? Жақсы ма? Мен жаңа айтып жатқан жоқпын, достарыма айтып жатырмын. Мынандай күннің көзінен көзімді аша алмай жатырмын. Біздер тауықтарға шығып жатырмыз. Мынаға кішкентай қозыға жем беріп жатыр, сүт беріп жатыр. Соны қараймыз. Сосын тауықтарға жем береміз, обед береміз, в общем. Дауысы шығып шақылдап жатыр. Обед беруге шығып жатырмыз. Қойларға, қой емес, қозыға мен тауыққа. Tavuklar ver şimdi. Келгенді біліп мән деп жатыр ғой. Не болды? Тамақ ішіп жатыр. Мен нені сүт ішіп жатыр? Бүгін ішті ме бұлар? Обед ішіп жатыр, обед ішіп жатыр. Обед ішеді, сосын кеш ішеді. Мен тауыққа барайын, Анжу, я? Тауықтарға барайын. Тауықтардың дыбысы жоқ, что-то ұйықтап қалған сияқты. Қалайсыңдар? Бәрі жатыр. Олардың бәрі туып жатқан сияқты. Обедтің уақытында да. Туып жатсыңдар ма? Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Жамансыңдар ма? Не айтасыңдар? Не жаңалықтарың бар? Жақсы жаңалықтарың бар ма? Түннен тыныш шықтыңдар ма? Ана жерде бір жұмыртқа жатыр. Ана жерде бір тауық жатыр. Мына жақта не бар екен? Мына жақтарда басып жатқан сияқты. Мына жақта бәрі мыналар бәрі жиналып мына жерде тұр. Білмеймін, не айтып жатқандарын. Собрание болып жатқан сияқты бұл жақта. Не собрание болып жатқан? Мына комнатты қарап шығайын. Мына жақта не бар екен? Мына жақта тишина сияқты. Ешкім де жоқ. Ана жерде бір жұмыртқа жатыр. Болды. Басқа ештеңе жоқ. Жоқ, мына жақта да жоқ екен, дым жоқ екен. Сонымен что-то жұмыртқа аз беріп жатқан сияқты. Неге аз беріп жатыр екен? Или әлі ерте ме екен? Так. Қалайсыңдар, тауықтарым? Жақсысыңдар ма? Не істеп жатсыңдар? Мына тауықтың үстіне не болған? Мына қарап қазір көрсетейін сіздерге. Мына тауықтың үсті мынандай болып кетіпті ғой. Мынандай болып жүні түсіп қалыпты. Бірдеңе ауру пайда болып жүрген жоқ екен? Мама, сый? Қазір. Не, кіресің ба? Иә. Мына тауықтың үстін қараңдар, қазір көрсетейін. Не болды? Мына тауықтың үстінде жүн түсіп қалыпты ғой. Қай? Қазір көрсетейін. Не болды екен, достар, мынаны айта кетіңіздер маған. Ақ тауық бар? Қоңыр тауық. Үстіне не болғанын білмеймін. Анау ма? Көрдің бе? Иә, оны мынауға алып тастап жүрген. Төбелесті ме? Иә, ананы тесетте жүреді. Қош, қалай алады оны жүнін? Тістейді ананың арқасын бар болып. Қош құрсын. Иә? Мынаны қара, көрдің бе? Қасқа адам аяғындай болып кетіпті ғой. Көрдің бе? Сүдет анкі. Иә, қызыл әтен үшін осы екеуі тесет әтеуір сол. Жарама бірдеңе болған шығар десем, ал жем бер мыналарға кішкене. Жем беріп түсті. Обедтерін ішсін. Олар жем толтырып қойыпты ата. Ата жаңа базарға алып келді ғой. Жем алып келді ғой. Көп берме, бұларға кешке тағы береміз. Мана таңертеңде берілді. Аздап бер. Бұлар деген семіріп кетсе тамақ не тумай қалады. Көп аяқ астын шашпа. Ал, ас болсын, жеңдер. Ана жерден тауық шықты. Тауық шықты, 2 жұмыртқа жатыр екен астында. Алып кетейін ба? Жұмыртқаларды? Кешке бір женеміз, ә? Мына жерде 2, ана жерде біреу 3 жұмыртқа ішім. Цып. Мана. Мама, мына апасы жемге тоймейді, бере берсен жей береді. 2 жұмыртқа. Мына жерде 1 жұмыртқа, 3 жұмыртқа жатыр. В общем, 3 түйір жұмыртқа әзірше. Достар, сіздерде де жұмыртқа аз беріп жатыр ма? Неше жұмыртқа? Алып жатсыздар. 3 пока. Кешке дейін тумас деймісің енді. Міне біздің тауықтар мынандай қылып жеп жатыр. Бір-бірімен төбелесіп, жүндерін үстерін қырқып тастаған. Мына жақта қарқылдап жатыр біреуі. Туғысы келіп жүр ме білмеймін, қарқылдап жатыр. Сөйте ма, туғысы келсе? Шиқылдай ма? Витаминді ма? Иә. Витаминді чуть-чуть қоса ғой, құттай бере ғой. Аздап бер. Иә. Жалпы тауықтарға ғой, мама. Әдешке не керек ғой? Мына шетте біреуі жүр. Тойын деп жатыр ма екен, білмеймін.
істеп жатқан жатыр. Мама, еще Туатын болса витамин сразу туып шығып кете қоя ма, или көп ұзақ жата ма екен білмеймін ал. Қазір көреміз не істейтінін. Тұрып кеткеннен кейін көреміз неше минут жататынын. Мама, мынадан толтырып әкеліп қойыпты бір пакетін. Нені? Витаминді ма? Иә. Витаминді де береміз арасында. Күнде обедте бір мезгіл береміз витаминді. Кешке берілмейді. Кешке берілмейді, тек обедте беріледі. Менің қызым сабақтан келіп тауықтарына қарап жатыр. Мен жоқ кезде қызым қарайды. Тауықтарға жем береді, қозыларға сүт береді, мен қызым деген. Сондай ақылы көп қыз болып кетті ғой, жаным. Жүрегім. Так, тауықтар, кешке шейін тыныш жүріңдер, жұмыртқа толтырып қойыңдар. Кешке келеміз сендерге. Күшті жұмыртқа толтырып қазір қойыңдар. көріп жатсың ба? Мына тағы үстін жүнін алыпты ғой мына қысқан. Жүн қазір көріп жатырмын, жүн жоқ екен. Жоқ, тағы алыпты, алдында кішкентай болып еді. Мама, ананы бекер алдын. Жатайын деп жатыр. Жата берсін, басқасына жата ғой. Шұқып жеп жатыр ананы. Астына салып жатыр ма? Астына салып Астына жатыр. итеріп салып жатыр. Неге салып жатсың оны? Жатайын деп тұр ғой. Үстіне басайын деп тұрған сияқты да? Иә. Не тиіне жүрген жоқ па екен? Балапан шығарайын деп жүрген жоқ па екен? Білмеймін. Балапан шығаратын болса ананы бәрін жауып тастау керек. Онда тұрмастан жатпай ма онда да бұлар? Иә. Тұрмастан жату керек қой. Оған жем апарып, жем шашып жатсаң да ол келмейді онда. Балапан басса. Балапан басайын деп жатсың ба? Мама, олар саған иә деп айтады. Иә десе, мен қоқ қалады шығармын жерде. Неге? Жоқ десе, тұрам десе. Давай. Мешать етпей қойын саған. Ана үшінші жұмыртқаны да берейін ба астыңа салуға? Бермей қойын ба? Берейін ба? Не істейді екен? Жейді ғой деп алды. Жұмыртқаны алып берші, астына салшы, не істейді екен қарайық. Салып тартып алар ма екен, оны да? Салмай ма екен? Ана жұмыртқаны ала ғой. Иә? Мама, сен қойшы қорқан. Соң астына жайлап жақындатып қой анжеге. Не істейді? Мама. Әкел, маған бер. Мама, жорыс жібеді. Кабар жатады ғой. Аян тістеп алды. Тістемейді ғой. Қайсысы тұрған? Мынау. Иә, бара ғой, мешать етпейміз. Мама, тағы нандай тауық бар ғой, соны әжен жуып алды ғой. Атиш. Нандай жерін барды да мынау жуып алды. Әңгіме айтыңдар ау. Не айтасыңдар? Ағатиш айтыңдар. Не айтасыңдар? Не әңгіме айтасыңдар бізге? Қандай әңгіме айтасыңдар? Әңгіме айтпасыңдар, кетейік біздер, босқа тұрмай. Мама, анау айтып жатыр. Не, мен қорқытып шошытып шығарып жібердім деп жатыр ма? Мама, ана бекер алдық. Деме. Кабап жатады ғой. Не? Жеңдер. Қайсысы білмеймін, бармай қалды, астына жатпай қалды. Анау. Үндемей кіріп батыр. Жау, төлесіп қалды. Жұмыртқа 4-5 тұрады ғой, бір ұяда. Соны төлесіп қалды. Неге? Мен жатамын деп. Мен жұмыртқаны деп па? Білмеймін, өздері білетін сияқты қай жерге жататын. Тәтті жұмыртқаларын иіскеп жатыр. Менің жұмыртқам емес деп жатқан жоқ па? Ой. Анау менің жұмыртқам емес. Мына жатты. 3 жұмыртқаның үстіне барып жатты ал. Істеп жатыр Құдай-ау. Жатып жатыр. Дұрыстап жеп істеп жатыр ғой. Қимылдап жатыр ғой. Жоғарлап. Жатады. Сосын неге жатып тұр? Мен түсінбедім. Жұмыртқаны туып болған жоқ па енді? Тағы шығарайын деп жатыр ма екен? Білмеймін, сойшы. Жатып алып тұр. Так, ананың ішіне біреу кірді. Қызыл Атиш. Атеш, саған не бар? Сен өтіп жатсың ба не? Атиш, туайын деп жатсың ба? Атеш тумайды ғой, неге шығасың? Неге кіресің оның ішіне? Соны неге кіресің? Шық бұл, мешать етпей. Шық! Мен айтқанымды тыңдап отыр. Шығып жатыр, шық деген. Түсінеді екен сөзге? Мама, мына Ағатишке ұрысып отырады ғой, ата. Сол кезде анау барып мақтанып барып деп қасына барып тұрып алады. Кәдімгідей ма? Иә. Атаң қасына барып тұрады да, атаның аяғын тістейді. Так, мыналардың сулары бар, жемдері бар. В общем, кеттік. Кешке шейін жұмыртқа толтырып қоятын шығар біз келгенше. Да? Жүрейік үйге қарай. Кешке келеміз. Болыңдар. Кешке дейін жұмыртқа толтырып қойыңдар. Біз кеттік. Давайте. Күн деген топырақ болайын деп тұр ғой бізде тағы да. Иә, қораның іші жанып тұр екен. Мен еще спортивкамен жүрмін ғой. Кеттік ал, давайте. Аман болайық. Кешке дейін. Ей, мама.